16 жасымнан бері қол ұстасып келеміз. Әнші Еркін Нұржановтың әйелі жазба жариялады. Танымал әнші Еркін Нұржанов әлеуметтік желідегі парақшасында қуанышты жаңалығын бөлісті. Бұл туралы kznews.kz сайты хабарлайды. Өнер иесі оқырмандарын қасиетті Рамазан айының басталуымен құттықтап, дәл осы айда әке атанғанын жеткізді. Рамазан айы құтты болсын. Аллаға шүкір, шын асылға жеттік. Ей жақсылар, сүйінші, Рамазанның алғашқы жұмасында қызды болдым, деп жазды әнші. Әншінің жары Динара да парақшасында жүрек жарды жазба қалдырып, 16 жасымнан бері қол ұстасып келе жатырмыз деп бөлісті. Бұл сөз көпшіліктің ерекше ықыласына бөленді. Айта кетейік, бұған дейін Еркін Нұржанов жеке өміріне қатысты қызықты дерек айтқан еді. Жұбайымен араларында 14 жас айырмашылық бар екенін жасырмаған. Қадірлі көрермендер, қандай жақсы жаңалық. Рамазан айының алғашқы жұмасында қызды болғаны үлкен қуаныш, әрі ерекше сәйкестік сияқты. Әсіресе қасиетті айда дүниеге келген сәбидің өз несібесімен, берекесімен келеді деп жатады ғой. Еркін Нұржановты әке атануымен шын жүректен құттықтағым келеді. Жары Динараның 16 жасынан бері қол ұстасып келеміз деген сөзі де өте әсерлі екен. Ұзақ жылдар бойы бірге болып, отбасы болып келе жатқан жандарға құрметпен қарайсың. Жас айырмашылығы туралы әркім әртүрлі ойлауы мүмкін, бірақ ең бастысы өзара сыйластық пен түсіністік. Сәбиге ұзақ ғұмыр, ата-анасына амандық тілеймін. Осындай жақсы жаңалықтар көп болса екен.